Алматының. Ал кеш жарық қазақ елі, армысыздар, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма, көңіл-күйлеріңіз дұрыс па, жұманың кешін жақсы өткіздіңіздер ме, сенбі жексенбі демалысқа жақсы көңіл-күймен дайынсыздар ма? Бұйырса біз сұхбатымызды бастадық өздеріңізбен бірге. Мінекей әнші қыздарыңыз Фариза Доспол. Наушнигімді киіп ал, Фариза. Баян сразу алып отыра берейін бе? Қалайсың кішкене? Жақсы шыққан баға? Дауыдым. Басқа сендер езіңіз. Жасарыпты. Мұхаға дейін Мақатаевтың бір нәрсе жылдығы емес пе? Тоқсан жылдығы. Соған арнап не? 9 жақта. Бүгін еще Алматы Верныйдан ауысқанына 100 жыл екен. Соны айтып баста. 100 жыл бір ғасыр ғой. Иә, бір ғасыр. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар. Шалқар ұлттық үн жариясында Шалқар кеші көңілді бағдарламасы басталды. Микрофон алдында талант Арғынғали және әріптесім Гүлмира Нәлібай. Ал бағдарламаның дыбысын қадағалап, әуезден ұсынатын саунд операторымыз Лашын Мұратқызы. Баршаңызға кеш жарық дейміз, қазақ елі, армысыздар, көңіл-күйлеріңіз қандай? Тамаша көңіл-күйді серік етіп Шалқар радиосын тыңдап отырған болсаңыздар, арнамыздан ажырамаңыздар. Қазір ғана сіздер Фариза Досполдың орындауында Алматы жайлы керемет мәңгі өлмейтін ретро әнді тыңдадыңыздар. Бұл ән жасарған сияқты, талант? Иә, бұл ән бүгінгі біздің кешімізге өң бергендей, сән бергендей болды. Әлеуметтік желіде дәл бүгінгі күн Алматы қаласының кезіндегі атауы Верныйдан Алматы болып өзгергенінің 100 жылдығы ғасыр тойы деп қазір әлеуметтік желіде бір-бірін құттықтап жатыр. Ару қала Алматы, гүл қала Алматы, арман қала Алматымыз көркейе берсін, жайнай берсін. Осы қалада өмір сүріп жатқанымызға өзімізді бақытты санайық, қадірлі тыңдаушылар. Ал енді әдеттегідей Шалқар кеші көңілді бағдарламасы сыйлы меймандардың сұхбатымен өрледі және ол қонақтарымыз әннен шашу шашып тыңдаушыларымыздың көңілін көтереді. Олай болса, Алматы облысы Кербұлақ ауданы Күреңбел ансамблінің әншісі Фариза Доспол сіңілімізге қош келдіңіз деп амандасып қояйық. Фаризажан, көңіл күйің қалай, аман есенсің ба, жағдайың жақсы ма? Қайырлы кеш, құрметті. Жаңа жылдан кейін өзіңмен қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Иә, мен де өте қуаныштымын. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар, сіздерге қайырлы кеш. Өте қуаныштымын, көңіл күйіміз тамаша. Иә. Алматыға келгеніне 2 жыл болды Фаризамыздың, Үйрендік пе, қалай? Алматы құшағын айқара ашты ма, мейіріміне бөледі ме? Әрине өте қатты ұнады. Сондықтан да жаңағы Алматы деген әнді жаздық. Келген бойы жазып алдыңыз ба бұларды? Жолым ашылды десем де болады, осы жаққа келіп. Өнердің шет жағасын болса да көріп, түсініп, өнерге деген құштарлығымыз артып жатыр. Бәрекелді. Қадірлі тыңдаушылар, 8700-390-2282 бұл біздің WhatsApp нөміріміз. Бұл нөмірге тек қана жазбаша хаттар ғана қалдыра аласыздар. Ал енді тікелей толқынға қосылуларыңыз келсе 393-2281, 393-2282 Алматы қаласының бағыты 8727 екендігін естеріңізге сала кетейік. Телефон қоңырауын шалып, бүгінгі қонағымыз әнші Фариза Досполға өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал енді қонаққа де болсын, Шалқардың кешін көңілдетейік.
әсемен әуелесін Фаризаны тыңдаушылары Сырнаймен таныды. Иә, Сырнаймен ән салған кезде елді тамсандырып қол соқтырған әнші қыз. Солай болса, алғашқанды неден бастаймыз? Ең бірінші жақында Ақиық ақын Мұқағали жаңа атамыздың туған күні, сол 90 жылдығы келе жатыр. сол кісінің құрметіне, сол кісінің жаңағы сөзіне жазылған әнді алып келіп отырмын. Кентау Назарбековтың әні. Тамаша. Үш бақыт. Бәрекелді. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, қабыл алыңыздар. Микрофонымызды түзулеп алайық. Ең бірінші бақытым халқым мені, соған берем ойымның алтын кені. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Баттырақ алтыннан нарқым мені. Үш бірдей бақытым бар алақандай, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқай, Алатауға. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Үш бірдей бақытым бар алақандай, мені мұншай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқай, Алатауға. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келді ағай отау менен. Үш бірдей бақытым бар алақандай, мені мұншай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқай, Алатауға. Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқай, Алатауға. Келді, жұп болсын. Гүлнұр Нұрасылова Facebook парақшамызда Фариза сәттілік тілеймін деген өзінің лебізін жолдап жатыр. Мұқағали атамыздың туған күнін қазақ елі асыға күтеді десек болады. Әрине, біздің Шалқар ұлттық радиосынан да сол күні Мұқағали атамызға арналған бірнеше хабар эфирге шығады. Құлақтарыңыз сүрік жүрсін, ардақты ағайындар. Биыл атамыздың 90 жылдығы. Ол біздің ұлттық радиомыздың, қазақ радиосының, Шалқар радиосының байырғы диктор екендігі баршаңызға мәлім шығар деп ойлаймыз. Енді бүгінгі кешіміздің қадірлі қонағы бұл Фариза Досбол қарындасымыз.
әрине үні елге таныс, елге белгілі. Сондықтан сауалдарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Келесі әнге кезек береміз бе, Гүлеке? Әрине, Фариза. Гүлекеңе ән айтып отыра берсеңіз, бұл кісі Ән салатын отыра біздің береді. сіңліміз керемет. Енді өзімнің анам жаңа кішкентайымыздан домбыра тартып ән айтты. Сол кісіден айтқаннан еститінбіз. Бұрын тобылғы сай деген әнді. Соны айтып берді. Өнер ананың сүтімен дарыған екен Өнер ғой. ананың сүтімен дариды дейді ғой. Сол ертең менің анамның туған күні. Қандай тамаша бір керемет тосын сый жасаған екенбіз ғой бүгін өзіңді студиямызға шақырып. Тобылғы сай әнін тыңдадық. Қайырлы кеш, Фариза сіңіліме сәттілік тілеймін, өнерің өрістей берсін деген тілекті Сұлжан Әбенова жазып жатыр. Сұлжанмен бірге дуэттеріңізді көбірек әлеуметтік желіде байқап қоямыз. Жалпы Фаризаны мен дуэт әншілермен көп көремін. Айналаңда өзің сияқты өнерлі қыздар мен жігіттер көбірек дуэт болып ән саламыз. Сонымен жарқырап қайсымен бірге шығамыз енді. Жалпы негізі өзім жеке шығармашылық бағытта жүрмін ғой, бірақ дуэт болып та айтып жатқан жағдайымыз бар. Өзіммен бірге әріптес Азамат Үмбетов бар. Сонымен қатар танымал әнші Мади Дәуренұлымен айтқан әндеріміз бар. Және де енді тойларға шығамыз. Қасымда өзіммен бірге әріптесім, өзім ауылдасым, бауырым Есім Орынбасар деген жігіт бар. Екеуміз көбінесе бірге шығамыз. Сол жаңға енді екеуміз екі жақта болған екен, қазір енді көп бірге шықпаймыз. Бірақ кезінде шықтық, бірге шықтық. Көрген жерде бірге айтамыз. Кез келген әншімен бірге ән салып кете бересің. Мысалы, Гүлнұр Нұрасыловамен дуэт болып жатырсың, Марта Төлепберген, Сұлжанмен. Кез келген әншімен үйлесіп кете бересің.
Сондықтан да енді Толықсай әр жерде әртүрлі айтылады екен, иә, біздер атыңдан айналайын Толықсай дейді. иә, Бәрекелді, сөздерінде мынау кейде өзгеріс санаңызға болып анаңыз тұрады. арқылы сіңген айтуында әдемі ән болғаннан кейін осы екінші әнді орындаған кезде ерекше құлпырып жайнап кетті, иә, өзі де. Иә, жалпы әнші ән салған сайын құлпыра беретін сияқты ғой. Иә. Сіздің байқауыңызша, иә. Кешкі уақытта ән салдырып қоямыз, елді тамсандырып қоямыз. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі қонағымыз Алматы облысы Кербұлақ ауданы Күреңбел ансамблінің әншісі Фариза Досбол. Жақында ғына аудандарыңызда үлкен жақсы жағымды жаңалық болды. Мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтіп, ашылу салтанаты өтіп, иә, керемет кеш болып, ән салдыңыздар. Қуанышпен бөлісе отырыңыз. Күреңбелдің бүгінгі жағдайы қалай? Не жаңалықтар бар, ансамбльде кімдер бар? Күреңбел ауданында осыдан алдыңғыда әкім болған біздің өзіміздің Махаббат Бегелдиев деген ағамыз болған. Ол кісі өнерге жақын. Ол кісі көптеген сол жерде жүрген көп жаңағы әншілерді, жалпы мәдениет жағын жақсы көтеріп кетті. Енді жақында ғана осы аудандық мәдениет үйінің ашылуы болды. Үлкен концерт бердік, жаңа әкімімізбен таныстық. Енді алдағы уақытта бұдан да көркейе түседі деп ойлаймыз. Және біздің өзіміздің жаңа мәдениет басқармасының бастығы Әділжан Әділханұлына көп рахмет айтамыз. Сәуле Қасымханқызы бар. Сол кісілердің қолдауымен әйтеуір сол жерде қызмет атқарып жатырмыз. Кербұлақ, Алматы, Алматы, Кербұлақ деп екі ортада жүрміз. Иә. Қайырлы кеш, Фариза әпке, сізді тыңдап отырмыз. Әндеріңіз маған қатты ұнайды. Сізге сәттілік тілеймін. Осы тұста талант ағамыз сізге бір ән жазып берсе екен деген ұсыныс тілек айтқым келеді. Ол кісінің әндері керемет қой дейді. Енді талант, сен ән шығаратын ба едің? Әнге сөз жазасың ғой. Гүлмира біледі оны. Талант Арғынғали көптеген әндердің сөзін жазған ақын. Әрине болашақта біз міндетті түрде шығармашылық байланысты күтеміз. Жаңа анамның туған күні деп айтып қалды. Өткен жыл Фариза үшін оңай жыл болған жоқ. Асқар-Таудай әкесін жоғалтты. Бірақ соған қарамай өнерде сағы сынбай елдің ортасында әнін айтып, өзде қайғысын жасыруға тырысып жүрді енді. Бірақ сол сәтте Фаризаға демеу болған, көмек болған ол анасы деп ойлаймын. Келе жатқан туған күніңіз құтты болсын, апа. Осындай керемет талантты қызды өмірге әкеліп, тәрбиелеп, мінекей ел қатарына қосып жатырсыз. Алла разы болсын. Қанатыңыз талмасын, биікке самғаңыз. Осы ұрпағыңыздың қызығын көріңіз. Осы орайда бүгін бағдарлама барысында әке, ана деген жаңа әннің тұсаукесерін жасағалы отырмыз. Фариза Досболдың орындауында авторларын таныстыра кетсең. Сол Гүлнұр Нұрасылованың әні. Иә. Тамаша. Сөзі жаңағы Ақтөре деген жігіт жазған. Ақтөренің сөзін жазылған. Және бұл әнді тура жаңағы әкем нашарлап атқан кезде сөзі жазылды. Бірақ әйтеуір осы әннің тұсауын ол тыңдап кетті. Жылап бірінші тыңдаған кезде. Иә, көңілің босамасын жаным. Жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын. Олай болса, әке, ана әні барша Асқар-Таудай әкелерге, ақ жаулықты аналарға арналады. Фариза Досболдың орындауында қабыл алыңыздар. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Әнді тыңдатайын сіздерге. Естіледі ме екен? Қолындаран әндер айтып, көтер қолыңды. Келесінде қандай айтып? Айта бір. Санат Тұлғанбай екен. Санат Тұлғанбай. Рахмет Гүлнұржан. Иә. Авторы кейде есте сақтау қиындау болатын есім екен. Жақсы, қазір айтып жібереміз. Алтын қызсың ғой Гүлнұржан. Осындай құрбың бар Фаризадай.
Әдемі екен. Біздің қыштауларға күшті деп кеткен. Балаларының таудай талаптарын қолдап, қорғап, демеп жүретін Асқар таудай әкелеріміз, аналарымыз аман болсын. Бұл әннің сөзін жазған Санат Туғанбаев екен. Болашақта есімізде болсын. Осы әнді өзім естісем де жылағым келеді. Менің әкем менің өзіне арнаған бір әнімді де естімей кетті. 2003 жылы деп Гүлнұр Нұрасылова автор жазып жатыр. Енді 8-700-390-2282 WhatsApp нөміріне келген хаттарға кезек беріп отырайын. Фариза қызым, өнерің өрге жүзе берсін, даусын керемет, өнердің шыңына талмай жете беруіңе тілек білдіремін. Бақытты бол жаным, тілекшің анаң Роза деген хат екен бұл. Амансыздар ма? Фаризаға бір тілегімді айтқым келеді. Оның әндерін сүйіп тыңдаймын, өркенің өсе берсін. YouTube'дан видеоларын көріп отырамын. Шығармашылық табыс тілеймін. Сәлем, мен Жамбыл облысынан Байқадам ауылынан Зарина деген тыңдарманыңмын дейді. Мінекей осындай ізгі тілек, ақ ниетке толы хаттарда келіп жатыр. Біз ары қарай бүгінгі сұхбатымызды жалғастырамыз. Кешіміздің Шалқар кеші көңілді бағдарламасының қонағы, Күреңбел ансамблінің әншісі, үні елге жетіп жүрген Фариза Досбол қарындасымыз. Көңілің босамасын, Фаризаш, әкеңнің арманы жоқ. Сенің халықтың іздеп жүріп тыңдайтын сүйікті әншісі болғаныңды көріп кетті дейді. Сұлжан Әбенова жазып жатыр. Өте дұрыс айтады. Енді жаны нәзік, жүрегі жұмсақ жан ғой Фаризаш, көңілің босамасын. Бүгінгі бағдарлама барысында әкеңнің де бір аунап түскен жайы бар. Жұма бүгін дұға тілек қабыл болсын. Енді Құдайға шүкір, бұрында сен ән салып жүрдің Тараз өңірінде, филармонияда әнші болдың. Одан кейін мінекей Алматыға келіп 2 жылдың ішінде әжептәуір нәтиже, халықтың кәдімгідей іздеп жүретін әншісіне айналдың. Бұл ненің нәтижесі деп ойлайсың? Енді сол еңбектің нәтижесі шығады деп ойлаймын өзім. Себебі осы баянды жаңадан қолға қалай алдым, солай жақсы болып кетті бәрі. Алматыға келдім. Жалпы осы баянмен ән айтсаң қалай болады деп маған негізі басында ұсынып көрген Дүйсенбек Өмірәлиевті білетін шығарсыздар. Керемет автор ұстаз ағамыз. Сол кісінің қолдауымен сол Тараз қаласында жайлап ән айтып жүрдім. Одан кейін халыққа танымал композитор Бағлан Омаров ағамыз Instagram желісі арқылы көріп, осында шақырып, жұмысқа орналастырып, ол кісіге көп алғысын білдіремін, осы 2 кісіге үлкен алғысын білдіремін. Сонымен осылай баянның арқасында, сіз өзіңіз сияқты әпке ағаларымыздың арқасында, халықтың арқасында танылып келе жатырмыз. Жалпы адам тынбай еңбек етсе, нәтижесін көреді деп өзім ойлаймын. Бір сөзіңді айтқансың, білім алып жүрген күндердің өзінде менің басымда талай қиындық болды деп. Сол қиындықтарды біз қазір артқа тастадық па? Демеушілер, қолдаушылар пайда болды ма өнер жолында? Осы өнер жолында демеуші ағаларымыз бар. Асқар тау ағаларымызға көп рахмет айтамын. Оның ішінде атап жаңағы әкемде қамқор болып жүрген Махаббат Сәдуақасұлына үлкен рахмет айтамын. Осындай жаңағы жұмысқа алдыртып, көптеген әндер жазып беріп, сол кісіге үлкен алғысын білдіремін.
нағыз өнердің жанашыры ғой Өнердің Махаббат жанашыры. ағамыз. Ал жақсы олай болса, әсем әндерге кезек берейік. Шалқардың кеш көңілді болсын. Бір жылап алдық, енді қуанайық. Иә, көбіне 8-700-390-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Фариза Доспол бүгінгі кеште сіздермен бірге. иә, шалқар кешіне ары қарай көңілдетейік, әдемі әндерге кезек берейік, қадірлі тыңдаушыларымызды күтіп қалғанша. Халыққа танымал бір ән айтсақ, жаңағы Бауыржан Есебаев ағамыздың әдемі ау деген әнін айтып берейік. Ал, бәрекелді. Таңдырыммын ау таңдарды сенсіз атырды, ұмытамын деп өшітіп алдың отында. Жаным ау сен де келместі күтіп жүрмісің, жас жүрегіңе тұмар қып жазып атыңды. Жетейін десең жете алмай жүрген жоқпын бай. Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау, әдем ау. Толқыттың мені есіме түстің тербедің. Алтыным едің, қадірін білмесен менің. Кешірші жаным, оралмас қайта көктемді. Кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегін. Жетейін десең жете алмай жүрген жоқпын бай. Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау, әдем ай. Ақ құлым едің, ақ гүлім менің, ғашығым менің, асылым менің, қиялым едің, ұяным менің, аяулы арманым. Жетейін десең жете алмай жүрген жоқпын бай. Сүйкім дедің, періштедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау, әдем ай. Аңсадым ғой, қайда жүрсің, әдем ау, әдем ай. Әдем ау, әдем ай. Қандай керемет. Рахмет. Амансыздар ма? Мен Фариза әпкенің бөлесі едім. Есімім Береке. Фариза әпкеге ең бірінші денсаулық тілеймін. Алла әр жасап жатқан ісіне береке берсін. Шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашан биік белестерден көрініп, халықтың, көрерменнің көзайымына айналуына шын жүректен тілектеспін деп хат жолдап жатыр бөлеңіз. Және біздің тұрақты тыңдаушыларымызда әр шалқар кеш көңілді бағдарламасын қалт жібермейтін Қанат бауырымыз мына жерде кеш жарық шалқар радиосының ұжымы Фариза ханым әндерін керемет, тыңдармандарың барда жасыма қалқам, менің қызымның аты да Фариза, Алматыдан Қанат шығармашылық табыс тілеймін дейді. Және Фаризаға творчестволық табыс тілейміз. Кеш жарық талант Гүлмира Гүлнар Алматыдан дейді. Мінекей барша тыңдаушыларымыздың барлығы тілектес, ниеттес болып жатыр өзіңізге. Сондықтан шығармашылығыңыз өрлей берсін, өркендей берсін. Менің де Facebook парақшамда тыңдаушыларымыз көріп отыр. Қайырлы түн Шалқар радиосына бірнен бір өткен керемет өнер иелері қонақ болуда. Фариза тамаша орындау, шырқай бер, шарықтай бер деп Тоты есімді тыңдарманымыз жазып жатыр.
Мінекей жалпы жылы сөз адамның жанын жадыратады дейді ғой. Естігенің бата, естігенің осындай ақ тілек, лебіз, қандай күйде боласың? Жаңағы халықтан қарғыс алма бата ал дейді ғой. Сондықтан да сол бата алып елдерге ой жақсы айттың, жақсы ән шегенсің деген сол азық пен сол көңіл күй бізге кәдімгідей күш қуат береді. Сол жаңа көңіл күймен жүреміз. Сондықтан да өте Аллаға шүкір, тәуба деймін. Әйтеуір жақсы жаңағыдай өзіңе қатысты жақсы нәрселер естігенде сол үшін қуанамын. Кейде сондай жақсы сөздерге семіріп кететіндер бар ғой, жұлдыз ауруына ұшырап. Жоқ, енді Алла тағаланың берген нәрсе ғой, енді қалай шалқақтап кетсе де, бірақ дегенмен ана бесте берген тәрбиеге байланысты ойлаймын. Сондықтан әрқашан қарапайым болуға тырысамыз. Иә, адамның бойындағы осындай асыл қасиеттер ана сүтімен беріледі. Әке анаңның қарапайымдылығы өзіңе де жосты болған екен, е? Бүгінде шығармашылығында енді қандай жаңалықтар болып жатыр? Шығармашылығында әлі де тоқтап жатқан жоқпын, былтырдан бері білесіз. Каверлер көбірек жазасың? Каверлер көбірек жазып жатырмын. Ютубта жаңағы тыңдармандарым да көбейіп келіп отыр. Ютуб желісінде, Инстаграм желісінде кәдімгідей сұрайды, осы әнді айтыңыз, осы әнді айтсаңыз деп. Сол жаңағы Ютуб желісіндегі көптеген пікірлерді оқып, өзім осындай деңгейге жеткеніме әйтеуір биттей де болса деп, жаңағы мыңда бір шүкіршілік етемін Аллаға. Нұр-Сұлтан қаласында шығармашылық іс-сапарда болып қайттың. Сол кезде Медет Салық пен Клара Төленбаевамен жүздескеніңнің куәсі болдым. Ол кісілермен қандай шығармашылық сізді байланысты? Жаңа әндер алдыңыз ба дейсіз ғой? Алдағы уақытта сол ол кісілермен шығармашылық байланыс міндетті түрде болады. Оған сіздермен арнайы бөлісетін боламын. Енді жаңа Клара апайымыз тыңдады, дауысымды тыңдап, даусының тембрі ерекше, тәттілігі бар екен деп. Соның өзіне мен жаңағыдай кәдімгідей арқаланып қайттым. Бұл сол кавер бағыттағы әндерді бүгін тыңдайтын шығармыз, иә? Иә. Енді Клараның репертуарынан қос жүректі Фариза ерекше орындайды. Сондай әсерлі сырнайымен тебірентіп жібереді. Бүгін сұрасам орындайсың ба? Орындап берейін. Клараның тыңдаушы да мықты болғаннан кейін айта берген келетін шығар, иә? Жалпы енді музыкалық біліміміз бар болғанмен біз мұғалім саласы бойынша бітірдік та. Енді арнайы әншілікті оқыған жоқпыз. Баянның өзін жаңадан тартып жүрмін, кейде жаңағы ұялам, радиоға шақырып отырса, ойбай қалай болады екен деп. Әйтеуір бірақ жылдан жылға жаңағы үйреніп келе жатырмыз, тартып. Жалпы ең басында тәжірибе жинақтап келе жатырмыз. Басында сол Клара Төленбаеваны ютубтан қарап, қалай тартып жатыр, қалай айтып жатыр деп сол кісіге қарап үйренген болатынмын мен. Өзімнің қызығушылығыммен. Қызығушылығым сол кісі арқылы жаңа. Қызыққаның жақсы болыпты, қазір қайда жүрсең де әйтеуір Фариза дос болдың, әдемі әндері әр сәтте орындалып жатады. Солай болса, қабыл алыңыздар, баршаңызға кеш көңілді болсын. Дәл қазіргі сәтте бізді көптеген жүргізушілер, жолаушылар жолда тыңдап бара жатыр. Сондықтан көбірек ән сыйласақ, оларға тез үйлеріне жетуге қонғандай болмай мамандай қабақ жүрегі тілегі бір адамдар қосылса қоса қолдай шіркін өмір қандай ғажап жүрегі тілегі бір адамдар қосылса қоса қолдай шіркін өмір қандай ғажап көңілге күміс әуен құйып көктен ақ қанат
маңдайға бақ, жүрегі тілегі бір адамдар. Қосылса қоса қолдай, шіркін өмір қандай ғажап. Күн мен ай сүйсе егер жандай малап, қонғандай болмай мамаңдайға бақ, жүрегі тілегі бір адамдар. Қосылса қоса қолдай, шіркін өмір қандай ғажап. Жүрегі тілегі бір адамдар. Қосылса қоса қолдай, шіркін өмір қандай ғажап. Бәрекелді. Фариза Досбол қарындасымыз бүгінгі шалқар кеші көңілді бағдарламасының құрметті қонағы 8-7-393-2282 WhatsApp нөміріне келген әдемі тілек, әдемі хатқа кезек берсем, кеш жарық қазақ елі, амансыздар ма Талантағай Гүлмира апай, қош келдіңіз Фариза қыз. Даусыңыз өте керемет екен. Жанды дауыста ән тыңдап қосылып бірге шырқап отырмыз. Фариза анаңның туған күні құтты болсын, дені сау аман жүрсін. Әке ана әніңіз өте керемет. Әкем мен анамды есіме алып көңілім босады. Менің сұрағым Тараздың қай жеріненсіз? Отбасы құрғансыз ба? Бақыт Жадыралы қызы. Біздің тұрақты тыңдаушымыздың бірі. Рахмет, Бақыт. Туған жеріңіз, өскен өлкеңіз туралы сұрақ қойып жатыр. Мен өзім Жамбыл облысы Сарысу ауданы Досбол ауылының тумасымын. Жаңағы бәрі айтып жатады ғой, фамилияң дос болма, ауылың дос болма деп. Сондықтан да ол Досбол Екеуіне деген дос бол дейсіз ғой, ол кісі менің атамның атындағы ауыл, бабамның атындағы. Мен ол кісінің шөбересі боламын. Кезінде ашаршылық жылдарда жаңағы бүкіл ауылды бір өзі асырап, жаңағы қауын еккен, ұн еккен, жаңағы бидай еккен, асырап, сондай өзінің жомарттығымен жаңағындай сондай елдің есінде қалғандықтан ол кісінің атында ауыл бар. Сол кісінің шөбересі боламын. Ал отбасы енді тағдырымыз. Қазіргі таңда ол кісінің бөлек өзінің отбасы бар. Мен өзім 2 қызым бар. Кішкентай құлыншақтары да бүгін біздің студиямызда. Радиода отыр. Анасымен бірге келіп, қошемет көрсетіп, сырттан тамашалап отыр Лашын Мұрат қызының жанында. Кеш жарық. Фариза бектен көріне бір бақытты бол, сені жақсы көреміз. Тілекшің біз сіңілің Мадина дейді. Осындай біздің тыңдаушыларымыздың хаттары толассыз келіп жатыр сізге деген ниет тілек. Өнер деген қиын жол шынында да. Өнер адамы болуды кез келген ер азамат қалай бермейді ғой, талант, е? Қиындығы басым болып жатыр ма қазір? Қалай ойлайсың? Неге қиын деп айтамыз? Әсіресе нәзік жанды арулар үшін. Өнердің жолын ба? Енді өнер жолына енді жалпы былай кәдімгідей келіп жатқан осы 1-2 жыл болды. Одан бұрын тұрмыста болдым. Жалпы енді жаңа облыстық филармонияда әнші болып қызмет атқарып жүрдік. Енді былай особо жаңа қатты кірістік деп айта алмаймын өнерге кезінде. Дегенмен көп қиындық көрдік. Түнімен жылаған да күндеріміз болды. Жаңағы Ән салмаған кездерде тұншығып жаттың ғой. Сондықтан әйтеуір Аллаға шүкір деймін, қазір мыңда бір шүкір деймін. Қазір бәрі артта қалып, қазіргі жағдайымызға мыңда бір шүкір деймін. Енді тек алға дейміз ғой. Енді тек жаңа әндер іздеп, жаңа келген қиындықтың артында бір жаңа жақсылық тұрады дейді ғой. Сондықтан да осы күнде Фариза енді жаңа эфирден тыс уақытта біраз мынау ән әрлеушілердің, біраз композиторлардың, ақындардың атын тілге тиек етті. Енді осы орайда шығармашылық байланыста жүрген жандар туралы да айтып отырсаң. Шығармашылық байланыста біздің өзіміздің ансамбліміздің жетекшісі, халыққа танымал әнші Саят Медеуов ағамыз бар. Барлық әнімізді сол кісіге жаңа жіберіп ақылдасамыз. Өзіміздің жаңа айттым ғой, аудандық мәдениет үйінің директоры Сәуле Қасымханқызы бар. Сонымен қатар жаңағы Әділжан ағамыз бар, мәдениет басқармасының бастығы. Барлық кісілердің қолдауы осындай дәрежеге жетіп отқанымыз. Енді жаңағы Ерғали Көшербаев деген композитор бар, Гүлнұр Нұрасылова бар. Жалпы барлығымен жақсы қарым-қатынастамыз. Барлығымен ақылдасамыз. Бауыржан Есебаев ағамызбен. Мына эстрадаға да бет бұрып жатыр екенсің, осы эстрадалық әндерді көбіне әрлеуге көп нәрсе байланысты болып кетеді, е? Иә, әрине. Өзің бастан аяқ қатысып, өзіңнің ойыңды, арман тілегіңді қосуға тырысасың ба, әлде сенім білдіресің бе? Сіз қалай жазсаңыз, мен солай орындаймын деп.
Жоқ, енді жалпы өз ойымды айтамын. Былай болса, былай орындалса деп, сондықтан ол жерде міндетті түрде. Бірақ әрлеушілерге көп рахмет. Жаңа Талап дейтін біздің әрлеушіміз бар. Сонымен қатар жаңағы Бекжан деген жігіт бар, Ермахан. Осы кісілермен жаңағыдай ақылдасамыз, сол кісілерге жаздырамыз. Иә. Енді әр әрлеуші әртүрлі жазады ғой. Бұрын шығармашылықта әнші, ақын, сазгер десек, бүгінде 4-шісі бұл ән өңдеуші. Көп нәрсе осы ән өңдеушіге байланысты болып қалды. Баяғыда мысалы талант оркестрмен, ансамбльмен әншілер ән орындап, енді ансамбльде қызмет еткеннен кейін ансамбльмен қазір айта беретін өңдеушіге шығарсыздар түсті енді, ғой. Күреңбел ансамблінің жұмысы қалай? Күреңбел ансамблінде бізде де тоже жаңа ансамбль бар. Ол ансамбльмен мен енді әлі ән айтып көрмедім. Жалпы бірақ Таразда жүрген кезде мен симфониялық оркестрмен айтатынмын. Өзіміздің Таразда педагогикалық институттың ішінде бар етін сондай. Сонымен ансамбльмен ән айтатынмын. Жалпы өзіме ұнайды солай ән айтқан. Фонограммадан гөрі жанды дауысқа бейім шығарсың? Иә, көбінесе жанды дауыстамыз. Ансамбльде аспапта ойнамайсың? Жоқ, ойнамаймын. Тек қана әнші болып? Әнші болып қана, иә. Жалпы мен өзім бір аспапты толыққанды меңгеріп жаңағы оқымауым. Осы баян жаңадан тартып жүрмін. Кезінде жалпы баян классын бір курстай оқыдым мен. Кейіннен әйтеуір басында бірдеңе бар болып тұр ғой, негізі басы басталған ғой. Басында иә, кішкене Сейсен Бейсеев деген ағамыз сабақ берді. Енді кейін әйтеуір кішкене жұлдыз ауруымен ауырдық па, екінші курста жаңағы Шәмшіден бірінші орын алып, анадан сөйтіп жаңағындай концерттерге шығып көзге түсіп, концерттен қол тимей кетті, солай жаңағы. Жалпы өзім сол баянды меңгеріп, кішкене сабақ алдым. Өнерге баулайтын педагог деп айтып қалдың. Жалпы осы пән бойынша шәкірт тәрбиелеуді ұсынып жатса, келісесің бе? Дәл қазір емес, бірақ кейінгі уақыттарда айтып отырса келісем. Әлі өзімді шәкіртпін дейсің ғой. Иә, себебі өзімнің үйренетінім көп, өзімнің білетінім әлі де көп. Сондықтан да өзім толыққанды біреуге сабақ бере алатындай дәрежеге жеткен кезде болады. Енді әншілерді қазір біз бейнебаяннан іздейміз. Ондай жақсы жаңалықтар. Бейнебаян жақын арада болады, Алла қаласа. Жақын арада. Жақсы. Иә, жақсы жаңалықтардың барлығы алда екен. Әзірге біз осы Фариза Досболдың шығармашылығындағы жаңа әндердің тұсауын кесіп, және өз орындауындағы жан дауыста шырқалып жатқан әндерді тыңдаушы назарына ұсынып отырмыз. Хат бар ма екен, Талап? Иә, бір хатты оқи кетсем болатын шығар, Гүлеке. Мен Досбол Фаризаға шын жүректен табыс тілеймін, биік белестерден көрінсін, қоңыр даусымен қазақтың әндерін көкте қалықтатып, халықтың сүйікті әншісі болып жүре берсін, өмірде бақытты болып, бар арман тілектері орындалсын, сүйіп тыңдайтын тыңдарманы әйгерім дейді, және біздің тұрақты тыңдарманымыз Қанат бауырымыз керемет әннің тыңдап үйге жеттік дейді. Бақытты бол, балаларының қызығын көре ғой. Алматыдан Қанат, анаңыздың туған күні құтты болсын. Енді Қанат мырза үйіне кіріп кететін болды ғой. Жақында Қайратбек Бектұрсын бауырымыз келіп сұхбат берді ғой, сол кезде Шалқар радиосын үнемі тыңдайды екен. Сол үйге келгеннен кейін есіктің алдында хабар біткенше тағы да отырам дейді. Жұбайым, ай кірмейсің бе үйге десе, қазір мына хабар бітсін деп айтады дейді. Сондықтан да бағдарлама соңына аз уақыт қалды. Қазір Мәдимен бірге орындаған дуэті бар, деп қалам деген әдемі ән өзі. Гүлнұр Нұрасылованың әні ол да Қадыр Рамазанның сөзіне жазылған. Ал бәрекелді, ендеше сол әнді бір тыңдап алайық. Иә, әдемі кеште лирикалық әнде әуелесін. Соңын әнін аяқтаймыз ба? Ол нешеде екен өзі, кеп қалады ғой. Болды, баянмен жібермейді. Ән бар ма соңында тағы? Бар. Бір ән бар.